Қамшы қайтару салты. Қамшы қайтару қазақ халқының ұлттық салт дәстүрі. Қамшы қазақ тұрмысы мен мәдениетінде ойып алар өзіндік орны бар қасиетті құрал. Мысалы, халқымыздың ұғымы мен әдетіне қамшы тастау, яғни сөз сұрау, қамшы жұмсады, яғни сабады, күш көрсетті, қамшы болды, яғни әсер етті, себеп болды, жақсы мағынада деген сөздер жиі кездеседі. Солардың бірі қамшы қайтару дәстүрі. Аталған дәстүр құдалық, яғни құда түсу жолында жасалатын таза қазақи ұғымды көрсететін жолдардың бірі. Мұның жөн жосығы былай: ұлына қалыңдық іздеген жігіт әкесі ауылдың ақсақалы мен азаматтарына және өз туыс туғандарына жолығып шаруасын айтады. Бұған жанашырлар ақыл қосып, пәлен жерде осындай жақсы адам бар және оның бой жеткен қызы барын айтады. Әрине, болашақ құдалардың текті аталардан болуын әркімнің де қалайтыны белгілі ғой. Сөйтіп, жігіт әкесі өзінің беделді адамдарын ертіп қыз әкесінің үйіне барып түседі. Қонағасын ішіп аттанған жігіт әкесі өз қамшысын кереге басына іліп кетеді. Мұны көрген қыз әкесі келген кісілердің аты жөнін, ата тегін білгеннен кейін оларға тиісті жауабын беру керек. Егер қыздың басы бос болмаса, яғни біреуге айттырып қойылса, немесе қызын бергісі келмесе, қамшы есіне қайтарылады. Мұны қамшы қайтару дейді. Бұған жігіт әкесі ренжімейді. Сейіт Кенжахметұлының қазақ халқының салт дәстүрлері кітабынан.